Осы халық аспаптар оркестрімен мен жұмыс істегелі 13 жылдай уақыт болды. 2009 жылы нөмір 4-ші о кездерде Островский атындағы көзі нашар көретін балдардың мектебі деп аталатын. Қазір енді арнайы мектеп-интернат болды, 4-ші. Осы мектепке келгелі халық аспаптар оркестрін құрып, қаншама балдарды тәрбиелеп шығарып жатыр. Мынау осы келгеніміз біздің 3-ші жұлдызай. 3-ші жұлдызайдың 17-ші жылы экспо өткен кезде Алматыда жұлдызай өтті, сонда 1-ші орын алдық. Одан былтыр 1-ші орын алып, балдарды Түркістан қаласына гала концертке апарып қайттық. Ал енді мына биылғы конкурсымыз осы мына Садыхан Аубакировтың күйі өрлеу дегенмен мына келіп 1-ші орын алып отырмыз. Әрине жұмыс бабында бізге ең қиыны оркестрді жасаудың сол кездерде қиыншылық ол балдарды аспаптарға бөлу. Сонда қай аспаптарға қалай, кімнің қандай қабілеті жетеді аспаптарға. Соны бөліп алғаннан кейін жұмыс уже арға қарата жылжиды. Ол менің өткізетінім, мен топ-топпен бөліп жаңағы дайындық уақыттарын топ-топтармен өткіземін. 1-ші домбыра тобы бар, одан 2-ші домбыра дейміз, 1-ші домбыраға бөліп, одан кейін шертер, прима, контрабастар, бас домбыралар, асатаяқтар, баянның тобы бәрі өзі бөлек-бөлек топтарға бөліп, содан кейін барып айналдырып келіп, ақыр аяғында бәрін басын қосып, оркестрді мына қазіргі тыңдап отырған оркестрлеріміздің деңгейіне жеткіземіз. Ал енді мынау биылғы жұлдызай өзі әр жұлдызай өзінше ерекше. Ал биылғы жұлдызай сондай керемет, кеше балдарға сый құрметтерін жасап, балдардың бәріне жаңағы сыйлықтарын беріп атқанда, ана балапандардың көздерінің қуанған түрлерін көрсең, шіркін-ай, одан артық бақыт жоқ деп ойлаймын мен. Балдардың сондай бір жантай жасаған сыйлыққа сондай қуанғандарын көргенде. Ал енді мынау жұлдызайды жасап отырған жаңағы ұйымдастырушыларына мыңда бір рахмет айтқымыз келеді. Неге десеңіздер, осы балапандарды, мынау жаңағы мүгедек балдардың мектепте көрген қызығы өмір бақи қалады естерінде. Неге десеңіздер, басқа уақытта мынау үлкен өмірде бұндай қамқорлықты, бұндай жасап атқан жақсылықты олар көре алмайды үлкен өмірде. Ал енді мектептегі қызықшылықтары, осы мынау жасап атқан осыларға деген мынау фестиваль қандай керемет, өзі республика деңгейінде өтіп жатыр. Осы балдардың барлығы келіп, осы жұлдызай деген кезде бәрі ішкен астарын жерге қойып, маған былтырғыдан қарағанда биыл жұмыс істеу жеңіл болды. Неге десеңіздер, жұлдызайға қатысамыз дегенде балдар деген с удовольствием келеді. Жаңағы репетициядан қалмайды, дайындықтан қалмайды. Сөйтіп барлығы қалайда бару керек, қалайда жеңу керек деген өздерінің бір жаңағы алдарына қойған мақсаттары. Міне сол мақсаттары бүгін орындалып отыр. Бүкіл келген балапандарға, балаларға, ата-аналарға, алып келген жаңағы жетекшілерге барлығына табыс тілейміз, дендері сау болсын. Осында жүрген міне бірінші осы жұлдызай басталғанда келген кезімізде волонтерлар қарсы алып жатыр. Сол жас балапандарға, волонтерларға барлығына алғыс айтамыз. Дендері сау болып, келешек болашақта өмірлері бәрі осындай батамен басталған өмірлері жақсы болады деп ойлаймыз. Бақытты болыңыздар. Мынау 2009 жылы бұл оркестрге келгендегі бір себебім, менің үлкен ұлым осы мектепте театр үйірмесін құрды. Сол үйірмеде жұмыс істеп жүрген кезде тұрып айтты, әкесі сол жерге барсаңыз қалай болады. Сол балдар, оларға жасаған еңбек керемет деп. Оның бір айтқан сөзінің маған ұнағаны билетті. Мен егер маған айлық төлемесе де, мен ол балдармен жұмыс істер едім дегенді. Сол кезде жас баланың анадай айтып отырғаны, өзімнің ұлымның айтып отырғаны менің көкірегіме бір керемет ой салдырды. Содан барып келіп, менің оркестр ашу себебім де содан болды. Нағыз сіздің істейтін жеріңіз. Содан міне 13 жыл болды, сол балдармен жұмыс істеп жатырмын.